Баршаңызға жалынды сәлем. Бүгін мен сіздерге «Любовный напиток номер 9» фильмі жайлы қысқаша айтып беретін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, өйткені фильмнің соңы сізді таң қалдыратынына мен сенімдімін. Әрине, лайкты басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұл да бір қазақша ютубтың дамуына үлкен үлес болып табылады. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Әр ай сайын Пол өзінің достарымен демалуға бір жерге барып тұрады. Кейде киноға, кейде кафеге деген сияқты. Бірақ бұл жолы олар көріпкелге баруды шешеді. Көріпкел Полдың қолына қарап отырып, оның қыздармен жолы болмайтынын көреді. Тіпті үйленбей қалуың да мүмкін деп айтады. Ұялып отырған Пол қысылғаннан онымен келіспейді, бірақ көріпкел өз айтқаннан қайтпай, оған бұл проблеманың шешімін ұсынады. Ол махаббат эликсирі. Көріпкел эликсирді қағазға тамызады да оны Полға ұсынады. Оның айтуынша, бұл қағазды суға араластырса, ол суды ішкен адамның оған басы айналарлықтай ғашық болып қалады. Пол биохимик болғандықтан бұндай нәрселерге көп сене бермейді, бірақ сонда да қағазды алып ол жерден кетіп қалады. Кешкі ас кезінде Полдың достары одан Диана туралы сұрай бастайды. Пол оның жай ғана коллега екенін және оған қатты ұнамайтынын айтады, бірақ шындығында Полдың нағыз басы кетіп жүрген қыз Диананың өзі еді. Бірақ та Диананың жігіті бар екен. Жігіттер барда отқан әдемі қызды көреді де Полды танысуға итермелейді. Бірақ Пол әртүрлі сылтаулар айтып қояр емес. Осы кезде достарының бірі егер ол қызбен танысса $20 беруге келіседі. Осы кезде Полдың қолдары дірілдей бастайды. Қасындағы досы $100 беруді уәде еткенде, сонда бар ол қызға барады. Қыздың қасына келіп отырған Пол онымен сәлемдесіп коктейль ішуді ұсынады. Қыз болса келіспей оны жоқтан жоқ жамандай бастайды. Келбетіне қарап оның киген киімі жайлы біраз әңгіме айтады. Пол оның айтқанына шыдамай басын салбыратып шығып кетеді. Полдың коллегасы Диана кешке қайтып бара жатқанда оны жол полициясы тоқтатады. Оның айтуынша ол стоп белгісіне тоқтамаған екен. Диана машинаның ескі екенін айтады және тоқтаса кейде жүрмей қалады деп түсіндіреді. Сонда да полиция оған штраф жазып береді. Үйіне жеткен Диана бірнеше рет барып автоответчиктен хабар бар ма соны қарайды. Осы кезде үйіне жеткен Пол да кіре салысымен бірінші барып автоответчиктен хабар келген жоқ па соны қарайды екен. Осыдан олардың бір-біріне деген сезімдері бар екенін түсінеміз. Мысық шашып тастаған қоқысты жинап жатқан кезінде оның қалтасынан әлгі көріпкел берген эликсир түсіп қалады. Қағазды ашып қараса, әлгі эликсир бір түрлі қан сияқты көрінеді. Бұдан желкеніп, Пол оны қоқысқа тастай салады. Кешке қарай Дианаға оның Гарри атты жігіті келеді. Ол бір өркөкірек жігіт екен. Диананы пайдаланып жүргені айдан анық. Қалаған уақытында Дианаға келіп, бірнеше аптаға жоқ болып кете береді. Екеуі төсек қатынасына түскен соң, Гарри оның кішкене салмақ жинағанын айтып, асығыс кетіп қалады. Полдың достары оның кафедегі сәтсіздігінен кейін үйіне әдейі Мариса атты эскортницаны жібереді. Пол кішкене әңгімелесіп, оған бокал құюға кеткенде, қыз оның комнатасын қарап, біраз қымбат магнитофондардың бар екенін байқайды. Бір сағаттан соң Мариса үйден шығып, хозяинына үйдегі бар мән-жайды айтады және қымбат заттар көргенін де айтып береді. Түнде мысық тағы да қоқыс жәшігін құлатып тамақ іздей бастайды. Эликсирдің иісін сезіп, оны жалаған соң терезеге мініп бірнеше рет мияулайды. Ұйықтап жатқан Пол не болып кеткенін түсінбей оянып кетеді. Кухняға келсе, Пол жиналып қалған көптеген мысықтарды көреді. Олардың бәрі Полдың мысығына қарай жармасуда. Осыдан ол эликсирдің бір әсері бар екендігіне көзі жетеді. Таңертең жұмысқа келген Пол Дианаға эликсир жайлы бәрін айтады. Оның байқауынша эликсир тек 4 сағат әсер етеді екен. Екеуі біраз ойланып, экспериментті 2 маймылға жасамақшы болып шешеді. Эликсирді ұрғашының еріне жаққан соң, ол дауыс бере бастайды. Сол кезде арғы бөлмеден еркек маймыл тамды жарып отырып ұрғашқа жүгіреді. Ұрғашы маймыл шошығаннан жәшікке кіріп кетеді. Біраз уақыттан соң еркек маймыл күші кеткен соң есінен танып қалады. Пол мен Диана эликсирді зерттеп бастады да осындай шешімге келеді. Бұл эликсирді ішкен адам сөйлеген кезде ғана қарама-қарсы жыныстағы адамның миындағы нейрондар ойнап, оны қоздырады екен. Диана мен Пол препаратты өздеріне қолданып көрмек болады. Олар эликсирді жарты-жартыдан бөліп алады да 3 аптадан соң жолығамыз деп келіседі. Қайтарда Диананы тағы да ережені бұзғаны үшін тоқтатып, жол полицейі енді штраф жазып берейін деп жатқанда, Диана әлгі эликсирдің әсерін сынамақшы болып, одан біраз дәм татады. Дәмі біртүрлі болғандықтан кішкене қақалады, бірақ бұл дауыстың өзі жол полицейінің махаббатын ашуға жеткілікті болып шықты. Полицей оны кешіріп, жылы лебізбен шығарып салады.
Үйіне жеткенде Дианаға страховкасының мерзімі біткен жайлы хабарлама келеді. Ертеңінде банкқа барса, сотрудниктардың бәрі әйелдер болып шығады. Аузына эликсирді шашып алып, Диана әзер бір еркекті табады. Ол осы компанияның бастығы екен. Диананың дауысын естіп, оның да махаббаты ашылады. Диана страховканы қайта жаңартуды сұрағанда, бастық қуана істеп береді. Қайтарда Диана байқамай элегантны киінген жігітті иығымен қағып кетеді де, өз әдетіне басып кешірім сұрайды. Әлгі жігіт Дианаға басы кетіп артынан қалмай қояды. Оған қымбат әшке сыйласа да, Диана сонда да қоймай машинаға отырып, енді кеткей жатқанда әлгі жігіт өзінің Энрике Фацоли екенін түсіндіріп, оны ең танымал адамдар жиналатын кешке шақырады. Бұдан бас тарта алмаған Диана шақырылған күні барады. Сол кеште барлық еркектердің назарындағы Диана принц Английдің де көзіне түседі. Пол эликсирден біраз дәм татып кафеге аттанады. Сол жерде бардың қасынан әлгі қызды көреді. Артынан келіп құлағынан сыбырлағанда, қыз өзін-өзі ұстай алмай жігітке қырындап өзін Чарли деп таныстырады. Сонда Пол метил спирті қалай жасалады деген сұраққа жауап берсең, үйіме барып қалағаныңды істейміз дегенде, Чарли білмейтінін айтады. Пол оған қолын сілтеп кетіп қалады. Эликсирдің жақсы жұмыс істейтінін біліп, ол келесі кафеге аттанады. Кез келген қыз бар назарын тек Полға аударып, оны өмір бақи күткендей сезімде болады. Қасындағы жігітін ұмытатын дәрежеге жетеді. Полға қыздармен танысу үшін енді кез келген сөзді айтса жеткілікті. Оған әдемі келбет, әдемі машина мүлдем керек емес болды. Пол барған жердің бәрінде қыздардың назарын аударуда. Солай ол университеттегі қыздар общагасына барады. Бір түнде барлық бөлмеге кіріп шыққан ол қыздар жайлы және өзі жайлы біраз нәрсе ұғады. Қыздар общагасына заңсыз кірген үшін оны сосын уақытша түрмеге алып кетеді. Диананың жігіті Гарри оған соғып шықпақшы болып барғанда, үйінің жанына қоршаған полицейлерді көреді. Не болғанын түсінбей үйге кіретін кезде оны охрана ұстап қалады. Бұл жерде соншама не болып жатыр деп сұрағанда, охрана Диана мен Англия принцінің кездесуі болып жатқанын айтады. Сонда Гарри іші ашығаннан кетіп қалады. Таңертең Полды түрмеден залогқа шығарады. Сөйтсе, оны шығартып алған Диана екен. Диана бұл жерде еркек көп болғандықтан тек ымдап сөйлеп жүреді. Үйіне жеткенде Пол телевизордан Диананың Англия принцына тұрмысқа шығатын жайлы естіп, көңілі түсіп қызғанады. Ертеңінде таңертең Пол Дианамен жолығады. Диана принц Джеффридің сөз салғанын айтып қуанышы қойнына сияр емес, бірақ оған әлі келісімін бермепті. Осы кезде Пол одан бұның бәрі не үшін екенін сұрайды, өйткені ол оған эликсир арқылы жеткенін түсіндіреді. Пол оған өзінің сезімі болғаны жайлы және Гарри деген жігіті болмағанда онымен бірге болғысы келгенін айтады. Осылай Пол Диананы кездесуге шақырып, араларында сезім пайда болады. Екеуі біраз уақыт бірге болған соң, Пол оған арнап қымбат жүзік сатып алады. Дианаға сөз салмақшы болып, үйіне барғанда оның жоқ екенін біліп звондай бастайды. Ол трубканы алмай бірнеше күнге жоғалып кетеді. Біраз уақыттан соң Диана оған өзі хабарласады. Сол кезде Пол жедел оның үйіне барса, Диананың Гарримен қайта қосылғанын түсінеді. Диана өзінің бақытты екенін айтады. Пол оның қолынан жылан сияқты жүзікті көреді де, үйден күлімсіреп кетіп қалады. Үйіне барып біраз күйзеліп, Дианаға жай дос ретінде араласуға шақырады. Гарри жайлы білгісі келген ол, Дианадан ол жайлы тек мақтауларды естиді. Диана енді оның кемшілігін айтқай жатқанда, оған Гарри звондап Полмен араласуды тоқтатуын талап етеді. Диана оның сөзін тез ұғып кетіп қалады. Үйіне енді жеткен Пол Марисаның қонақ ретінде келіп тұрған көреді. Оны ішке кіргізіп шай бермекші болады. Мариса тезірек ванныйға кіріп көзіне түскен эликсирді духи деп ойлап қалып өзіне шашып көреді. Иісі өзгеше болған соң оның дәмін татса бола ма? Екеуі біраз әңгімелесіп, Полдың басы айналып, біраз уақыттан соң Пол оны шығарып салып таксиге бар құнды заттарын тиеп, оның үстіне эликсирді де қосып беріп жібереді. Жолға аттандырып жіберген соң, ол 4 сағат бойы жолдың бойында Мариса жайлы ойлап, армандап отырады. Бірақ уақыт өткен соң ол бұның бәрі эликсирдің әсері екенін түсініп, не бүлдіргенін ескереді. Пол Диананың да осындай жағдайда екенін біліп, тезірек көріпкелге барады. Көріпкел оған барлық махаббат эликсирін бір жігіт алып кеткенін айтады. Оның қолында жылан тәрізді сақина болғанын айтқанда, Пол оның Гарри екенін түсінеді. Пол барынша Дианаға оның эликсирдің арбауында жүргенін айтып түсіндірсе де, Диана оны елемейді. Не істерін білмеген Пол қайтадан көріпкелге барғанда, ол өзінің ең күшті эликсирін береді. Бұл эликсир әсер ету үшін олар оны бір шыныдан ішіп, сүйісуі керек екен. Егер олар бір-бірін шын жақсы көрсе, олардың махаббаттары мәңгілік болады. Ал шынайы болмаса, онда біреуі жек көріп, біреуі жақсы көріп өтеді екен.
Пол достарын жинап бар мән-жайды түсіндіріп олардан көмек сұрайды, бірақ достары оны қуып кетті деп ойлап, бұл ойын қолдамайды. Сол сәтте күтпеген жерден Мариса келіп, қайта эликсирді пайдаланған ол барлық жігіттердің басын айналдырып оларды тонап кетеді. 4 сағат өткен соң жігіттердің бәрі есін жинап Полдың айтқаны рас екенін түсінеді. Пол достарымен Диананың үйіне келгенде, үйде тек оның құрбысы ғана болып шығады. Құрбысы оның өзі біртүрлі ұстап жүргенін айтып, Гарриға тұрмысқа шыққа жатыр дейді. Пол оған мән-жайды түсіндіргенде, көп ойланбай ол да жігіттердің қатарына қосылады. Осылай бесеуі ЗАГСқа барады. Диананың құрбысы оған айтпай эликсир құйылған бокалды әкеп оған ұсынады. Диана оны ішіп болған соң күтпеген жерден эликсирдің қалғанын Гарри ішіп бітіреді де оны сүйіп алады. Паника ұстаған Пол көріп келге звондап енді не істейтінін сұрағанда, көріп кел оның тура сол бокалдан ішіп Диананы сүю керек екенін айтады. Сонда Диана кімді қатты жақсы көреді, соған баратын болып шығады. Пол комнатаға жүгіріп кіріп бокалдан бір ұрттап Диананы сүйге жатқанда Гарри оған кедергі жасап охрана алып кетеді. Мариса Гарриден қалған эликсирдің беруін сұрайды да одан дәм татып алады. Гарридің тойына келіп жөтелгенде сол жерде отырған еркектердің бәрі артынан жүгіреді, ал әйелдер болса оны барлық жаман сөздермен боқтайды. Не істерін білмеген Мариса полиция участогіне қарай жүгіреді. Осы кезде барлық полицейлер қарулы дайындықта тұрғанда Марисаның көмектесіңдер деген дауысын естіп, олар да Марисаның артынан кетеді. Участокте отырған тек Пол ғана осы кезде құлағын жауып қалып, аман қалады. Участоктен атып шығып көшеде тұрған машинаға мінеді де ЗАГСқа аттанады. Жүгіріп барып Диананы сүйгенімен, Гарри келгенде Диана оның құшағына қарай жүгіреді. Қызғанған Пол Гарриді тұрған жерінде құлатып, ЗАГСтан шығып кетеді. Өзінің жеңілгенін түсініп, Пол орындыққа барып отырғанда, ЗАГСтен Диана атып шығады да одан кешірім сұрап, жақсы көретін мойындайды. Осылай екеуі қосылып, махаббаттарын қайта жандандырады. Осылай біздің «Любовный напиток номер 9» атты киномыз аяқталады. Фильм жайлы өз ойларыңызды енді комментарийге жаза кетсеңіздер, соған қарап мен келесі видеоға фильм таңдайтын боламын. Әрине, подписаться мен лайк кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.